тез және оңай дайындалатын сүзбелі пирог дайындаймыз. Видеоны лайк басып, жаңадан есеп жиырмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Сүзбемізге 1 жұмыртқа, қант, кукурузный крахмалымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен миксермен араластырдым. Блендерлеріңіз болса, блендермен араластыруға болады. Барлығын жақсылап араластырып алып, канцелярский мешокқа салып аламыз. 4 жұмыртқаға қантымызды салып, сұйық майымызды құйып, жақсылап барлығын аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Миксерлеп алғаннан кейін құрғақ заттарымызды қосамыз. Қопсытқыш какао ұнымызды 2-ге бөліп қосып миксерлейміз. Ұнымызды алдын ала илегіштен өткізіп алдым. Осындай сұйықтықта болып шығады. Диаметрім 26 формаға пергаментный бумагамызды төсеп, қамырымызды 2-ге бөліп, жартысын құйып, тегістеп аламыз. Оның бетіне сүзбемізді құйып шығамыз. Бетіне құйып, тегістеп аламыз. Қалған қамырымызды бетіне құйып, тағы да тегістеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, жаңадан есеп жиырмашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.